Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен алмадан осындай печеньелар істеп үйренеміз. Жұмсақ булочка сияқты болып шығады және өте оңай дайын болады. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқаны салып аламыз. Сосын миксердің көмегімен 1 минутша көпіртіреміз. Ары қарай қантымызды аз-аздан салып, көпіртіруді жалғастырамыз. 100 грамм сұйық май құямыз, немесе ерітілген сары майымызды құйсақ та болады. Көпіртіріп алдық, содан соң 2 шай қасықта разрехитель саламыз. Електен өткізіп алған ұнымызды аз-аздан салып, алдымен венчиктің көмегімен, содан соң қасық немесе лопатамен араластырып, осындай жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз қатты болып кетуі керек емес, сонымен бірге сұйық та болып қалмау керек. Көрінісі осылай қою қаймақ сияқты болады. 3 орташа алма істеттім, оны жақсылап жуып, сыртыны аршып, және осындай майда етіп турап алдым. Пергамент қағаздың үстіне 1 қасықтан салып шықтым. Салып шығып жатқанымызда арасын ашығырақ етіп салып шығамыз. Өйткені пісіп жатқанда үлкейеді. Піскенде әдемі шығу үшін үстіне мейіз қойып шықтым. Немесе шоколад, жаңғақ сияқты істетсек те болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30-35 минутқа қойып аламыз. Печеньеміз дайын қыздар, шын мәнісінде өте дәмді шығады және тез, оңай дайын болады. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.